Баршаңызға қайырлы күн. Егерде үйлеріңізде желінбей босап қалған банан болса, міндетті түрде осы кексті дайындауға кеңес беремін. Өте дәмді болып шығады және де отбасыңызға ұнайды деген сенімдемін. Қыздар, мені жоғалтып алмау үшін бірден каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бананымызды вилканың көмегімен езіп аламыз. Содан соң 2 жұмыртқамызды қантты қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Қантымыз ерігенше. Содан соң ертілген сары майымызды, сұйық майды құйып, тағы да 1 рет араластырып аламыз. Разрыхлитель және ұнды азыздан қосып, біркелкі масса жасап аламыз. Әрі қарай шоколад пен миндальды ұсақтап турап алып, үстінен қосып, лопатканың көмегімен араластырамыз. Алдымен формамызды сары маймен майлап аламыз, содан соң осы тестамызды сол формамызға құятын боламыз. 170 градусқа қызып тұрған пешімізге 45 минутқа салып пісіріп аламыз. Бетін әрлеуге бананды кесіп алып, осылайша қойсаңыздар болады, және де үстінен миндальный слайс сеуіп, пешімізге жіберетін боламыз. Кекс піскен соң оны формасынан шығарып аламыз, ыдысқа аударамыз. Видеода көрініп тұрғандай кекс өте жұмсақ болып шығады. Қыздар, осымен біздің кексіміз дайын болды. Міндетті түрде дайындап, комментарияға пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Баршаларыңызға ас болсын.